Тарих ибн Шихаб былай дейді. Яхудилер Әзірет Омарға былай деді. Сендер оқып жүрген бір аят бар. Егер ол аят бізге түскенде, біз ол күнді мейрам ретінде белгілеп, жыл сайын атап өтер едік. Бұл аятқа байланысты Әзірет Омар былай деген. Мен ол аяттың қашан түскенін, қайда түскенін және түскен кезде Расулалланың қайда болғанын білемін. Бұл аят Арафа күні түсті. Ол кезде мен де Арафатта болдым. Ол күн жұма күні болатын. Ол аят, бүгін діндеріңді кемеліне жеткіздім деген аят еді. Түсіндірме. Кейбір риуаяттарда яхудилер деп емес, яхудилердің бір адамы деп берілген. Сондай-ақ Кутуб Ситтадан басқа кітаптарда келген кейбір риуаяттарда бұл адам тура жолды тапқан танымал яхуди Кағбул Ахбар деп беріледі. Бұл хадистің мәтіні Кағбул Ахбар сұрақ қойған кезде қасында бір топ адам болғандықтарын білдіре келген. Яхудилердің бұл аят, яғни бүгін сендерге діндеріңді кемеліне жеткіздім деген аят бізге түссе, біз сол күнді мереке күні деп жариялайтын едік деуінің себебі, аталмыш аяттың мағынасының маңыздылығы мен ақиқатының ұлылығына байланысты еді. Дін Расулалланың көзі тірісінде тамамдалуы, кемелденуі өте үлкен оқиға әрі мұсылмандар үшін өте үлкен нығмет һәм одан кейін басқа бір пайғамбар келмейтіндігін білдіреді. Бұдан былай дінді адамзат бұза алмайды, басқа дінге мұқтаждық қалмады, мәселе илахи күйінде қалады. Расулалланың жеткізгендері барлық сұрақтарға жауап береді. Құлшылық, іс-әрекет, ақырет, саясат, экономика, құқық секілді мәселелерде басқа дінге, баста жүйеге қажеттілік қалмады дегенді білдіреді. Бұл мәселені осылайша Алла тағала тарапынан мұсылмандарға білдіру, жаратушының мұсылмандарға деген теңдессіз нығметі, ерекше ілтипаты деп білеміз. Мұның қадірін білген кісі осы аят түскен күнді жыл сайын мейрам ретінде атап өтуге тұрарлық жағдай екенін жақсы ұғынса керек. Әзірет Омардың жоғарыдағы жауабы яхудилердің ой-пікірін астарлы мағынада қуаттауы. Өйткені Омардың айтуынша аят Арафатта жұма күні және құрбан мейрамы кезінде түскен. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә саллям, жұма мүминдердің мейрамы деген. Олай болса бұл аят мұсылмандар үшін екі мейрам қатар келген уақытта түскен. Өйткені әр жыл сайын сол күні Арафатта және мұсылмандар өмір сүретін дүниенің әр тарапында намаз оқылады, құрбан шалынады және мұсылмандар бір-бірлеріне зиярат жасайды, бір-бірлерін құттықтайды. Міне, осылайша әр жыл сайын үлкен мәртебемен аталып өтеді. Сонымен қатар мұсылмандар әр жұма күні сайын бас қосып, аптаның мерекесі ретінде басқа күндерден ерекше өткізеді. Жоғарыдағы жауапта Әзірет Омардың, мен аяттың түскен күнін және жерін білемін. Ол Арафатта түскен және жұма күні болатын деп айтқан еді. Сонымен қатар Исхақтың риуаятында, аталмыш аят Арафаға сәйкес келген бір жұма күні түсті. Әлхамдулилла, ол екі күннің екеуі де біз үшін мейрам күні делінсе, Тирмизи жеткізген бір риуаятта ол яхудидің айтқан адамы Ибн Аббас еді және Ибн Аббастың оған айтқан жауабы мынадай: ол аят қос мейрамның уақытына дәлме-дәл түскен, яғни жұма және Арафа күні. Арафа күнін мейрам деп санаймыз, өйткені Арафа күні күн батқанда айттың алғашқы түні кіреді. Ертесі күні құрбан айт мейрамы басталады. Ибн Аббас былай дейді: расында Аллаға һәм пайғамбарына қарсы соғыс ашқан және қарақшылықпен айналысып, лаңкестік әрекеттерге барып, жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасағандарға берілетін жаза өлім жазасына бұйыру немесе тірідей, яки өзгелерге сабақ болсын деп өлі күйінде асу я болмаса қол аяқтарын шалыс, яғни оң қолы мен сол аяғын шабу не жер түбіне айдау. Бұл олардың дүниеде көретін қорлығы. Ал ақиретте олар үшін жан төзгісіз азап бар. Тек қолдарыңа түспей тұрып істеген күнәларына өкініп, тәубеге келгендердің жөні бөлек. Біліп қойыңдар, Алла ғафур, өте кешірімді, рахим, тәубеге келіп, өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Бұл аят мүшриктерге байланысты түскен. Олардан кім қолға түсіп, жеңіліске ұшыраудан бұрын мойынсұнса, ол әрекеттері оларға жаза, хат жазасы беруге тосқауыл болмайды. Түсіндірме. Дініміз бойынша жасалған қылмыстардың жазасы қылмыстың ауыр жеңілдігіне қарай өзгереді. Кейде жасалған қылмыс әрекет ретінде бірдей болғанымен ауыр жеңілдігі әртүрлі болады. Сондықтан жазада әртүрлі болады. Осы тұрғыдан жоғарыда Алла және оның елшісіне соғыс ашқанда делінген аяттың мағынасы мен мақсаты жайлы түрлі анықтамалар бар. Ислам ғалымдары мұны үш түрлі тақырыпта қарастырған. 1. Мұртаттар, діннен шыққандар. Мұсылман ата-анадан дүниеге келіп, ержеткен немесе бұрын кәпір болып, кейін ислам дінін қабылдаған бір адам ислам дінінен
теріс айналатын болса, ол муртад, діннен шығушы деп аталады. Ислам фиқхында муртад үшін қолданылатын үкімдер бар. 2. Бағилар, азғындаушы, шектен шығушы. Бұл көбінде саяси мақсатпен қылмыс жасағандарға айтылады. Фақихтар, бағи нақақтан имамға, өкімет басшысына қарсы шығатын, осы жолда қолдаушылар мен мүмкіндіктерге ие болғаны адам деген анықтама келтірген. Оларға қолданылатын үкімде басқаша болады. 3. Жол кесушілер. Бұлар көбінде мүминдердің мал-мүліктерін тонау үшін жасайтын адамдар. Жоғарыдағы аятта бұларға байланысты еш нәрсе айтылмағаны жайлы ғалымдар пікір білдірген. Әзірет Бәра былай дейді: Алла елшісінің жанына жүзі көмірдей қарайған және оңбай таяқ жеген бір яһудиді әкелінді. Сонда Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм яһудилерді шақырып алып, кітаптарында зина жазасы осылай ма? деп сұрайды. Олар иә деп жауап береді. Сонда Алла елшісі олардың ғалымдарынан біреуін шақырып алады да одан: Мұсаға Тәуратты түсірген Алланың атымен сұраймын, зина жасағандардың жазасы кітаптарында осылай ма деді. Яһуди ғалым: жоқ, олай емес. Егер менен Алланың атымен ант етіп тұрып сұрамағанда саған айтпас едім. Кітапта ражым, таспен ұрып жазалау жазасы бар. Бірақ зина құрметті адамдарымыздың арасында көбейді. Ақырында құрметті бір адамды зина үстінде ұстап алсақ, оны қоя беретін болдық. Ал бейшара біреуді зина үстінде ұстап алсақ, оған жаза беретін болдық. Сондықтан өз арамызда бұл болмайды, жалпы халыққа ортақ бір жаза белгілейік. Ол жаза құрметті адамдарға да, қарапайым халыққа да қолданылатын болсын дедік. Сөйтіп, ражым жазасының орнына бет-жүзін көмірмен күйіліп, таяқпен ұру жазасына келістік деді. Сонда Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм: уа Аллам, олар өлтірген қасиетті әміріңді алғаш жандандырып тірілтушімен болайын деді және зина жазасын орындауға әмір берді. Сөйтіп, зина жасаушыға ражым жазасын, таспен ұру жазасы қолданылды. Сол кезде мына аят түсті: уа ардақты елші, құр ауызбен иман келтірдік дегенмен жүректері иман келтірмеген екіжүзділер мен яһудилерден күпірлікте өзара жарысқандар көңіліңе қаяу түсірмесін. Олар сендер жайлы өсек аяң, жала һәм арандатуға бағытталған жалған сөзге құлақ түреді, алдыңа мүлдем келмеген қауымның айтқанына құлақ түреді, әрі солар үшін тыңдайды. Сондай-ақ олар сөзді, яғни Алланың сөзін бұрмалайды. Араларынан өзіңнен пәтуа сұрайтындарға: егер сендерге мынадай пәтуа берілсе, қабыл алыңдар, ал ондай пәтуа берілмесе, одан аулақ болыңдар дейді. Сәл уақыттан кейін Алла тағала мына аятты түсіреді: Алланың түсіргенімен үкім қылмағандар нағыз кәпірлер. Алланың түсіргенімен үкім қылмағандар нағыз залымдар. Алланың түсіргенімен үкім қылмағандар нағыз пасықтар. Бұл аяттардың барлығы кәпірлер жайлы түскен. Әбу Дәуідтің Ибн Аббастан жеткізген басқа бір риуаятында былай деген: бұл 3 аят Құрайза және Ән-Надир яһудилері жайлы арнайы түсті. Түсіндірме. Жоғарыдағы риуаят яһудилердің кітаптарын өзгерткендігі жайлы анық мағлұмат беруде. Сонымен қатар әділетсіздіктің орын алуы және шариғат үкімдері орындалмауының қалайша басталғаны жайлы да мағлұмат берілген. Яһудилер қоғамында мансапты, беделді адамдардың шариғат үкімін бұзуы және оларға әділетті түрде үкімдердің орындалмауы белең алып кеткен. Бұл оқиға хадис кітаптарының бәрінде әртүрлі жолдармен риуаят етілген. Риуаяттардың түрлері оқиғаны айқындайтын қосымша ақпараттармен кездеседі. Мүслимде Абдулла ибн Омардан жеткен бір риуаятта яһудилердің зина жасағандардың бетін бояймыз деген жауабын естігенде Алла елшісі: егер рас айтып тұрсаңдар, Тәуратты алып келіңдер деп әмір етеді. Яһудилер Тәуратты алып келіп зина жазасына байланысты жерді оқи бастайды да, ражым аятына келген кезде оқып тұрған жас жігіт, кейбір риуаяттарда Абдуллах ибн Сурия екені айтылады, алақанымен ражым аятын жасырып, келесі аятты жалғастырып кетеді. Осылайша Тауратта ражым аяты бар екені анықталған кезде, Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм зина жасағандарға ражым жазасының берілуін әмір етеді. Кейбір ғалымдар олардың Хайбар яһудилері екенін және оқиға хижраның 4-ші жылы Зул-Қағда айында болғанын айтады. Алла елшісінің Тауратта зинаның жазасы қандай деп сұрауы мәселені білмегендік емес, оларды өздерінің кітаптарымен жауап беріп, ауыз аштырмау мақсатында еді. Сондықтан олардың айтқан жауаптарына қанағаттанбай Тауратты алып келіңдер деп әмір еткен.
Бұл жайлы мағлұмат Алла тарапынан уахи арқылы білдірілген болуы да мүмкін. Сондай-ақ мәселенің анығын білетін Абдулла ибн Сәлам сияқты біреудің бұрын айтуы арқылы білген болуы да мүмкін. Абдулла ибн Сәлам Алла елшісінің Мәдинаға хижрет еткен кезде, оның нұрлы жүзін көре сала, бұл бейнеде жалған болмайды деп бірден мұсылман болған жас азамат әрі яхуди ғалымы еді. Ол Бәну Қайнуқа тайпасынан, мұсылман болмастан бұрынғы аты Әл-Хусейн болған. Мұсылман болған кезде оған Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Абдулла деген ат қойды. Абдулланың Юсуф пен Мұхаммед атты екі ұлы болған, екі ұлы және Әнәс ибн Мәлик, Зурара ибн Әуфа одан хадис риуаят етті. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм ол жайлы, ол жаннатта 10 кісінің 10-шысы болады деп жаннатпен сүйіншілеген. Муаз ибн Жәбәл, ілімді 4 адамнан іздеңдер, Уәймир Әбуд-Дарда, Салман ибн Мәсғуд және ибн Сәләм деген. Абдулла хижраның 43 жылы қайтыс болған. Хадистен шығарылған үкімдер. Ғұламалар жоғарыдағы хадистен түрлі үкімдер шығарған. Олардың кейбірі бір ауыздан бекітілсе, кейбірі талас-тартысқа түскен. Енді олдың маңыздыларына тоқталайық. Ахмад ибн Ханбал, имам Шафиғи және имам Әбу Юсуф бұл хадистен мұқсан болу үшін кісінің мұсылман болуы шарт емес деген үкім шығарған. Мәликилер мен ханафилардың басым пікірі бойынша мұқсан болу үшін кісінің мұсылман болуы шарт. Өйткені Расулалладан мынадай бір хадис риуаят етілген: Аллаға серік қосушы мұқсан болмайды. Сонымен қатар олар бұл жердегі жаза орындауда дәлел болып саналмайды. Өйткені бұл ислам бойынша емес, Тәурат бойынша. Ал Тәуратта ражым мұқсан адамға орындалады деген бір қағида жоқ деген. Бірақ бұл пікірдегілерге олар, Алла тағала, араларында Алланың түсіргенімен үкім беріңдер деп бұйырып тұрғанда Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм қалайша шариғатта жоқ нәрсемен үкім берген деген сауал қойған. Сондай-ақ Тәурат бойынша ражым мұқсан еместерге де орындалады деген сөзге де қарсылық білдірген. Өйткені Тәураттағы ражым үкіміні анықтау негізінде Табараниде Әбу Хурайрадан былайша риуаят етілгені келтірілген: мұқсан әйел және ер адам зина жасаса, оған жетерлік дәлел табылса, бірден ражым жазасы орындалады. Егер әйел 2 қабат болса, босанғанға дейін уақыт беріледі. Ислам мемлекеттерінде зина жасағандарға ражым жазасы берілуі уәжіп. Кәпірлерге шариғаттың ішкі әмірлері де орындалады. Бірақ бұл тақырыпта ғалымдар бір ауыздан келіспеген. Кейбір ғалымдар мұсылман еместер шариғаттың тек қана негізгісіне жауапты, ішкі әмірлеріне жауапкер емес деген. Кейбір ғалымдар кәпірлер шариғаттың әмірлеріне емес, тыйымдарынан жауапкер деген. Басқа бір топ ғұламалар, егер кәпірлер мұсылмандарға төрелікке жүгінетін болса, онда мұсылман соты ол қылмысты ислам шариғаты бойынша талқылайды деген. Бірақ бұл пікір бір ауыздан бекітілмеген. Хижаз бен Ирактық кейбір ғалымдардың пікірі бойынша мұндай жағдайда мұсылман төреші ол қылмысты қарауға міндетті емес. Имам Мәлик, Ата, Шағби, Нәхай қатарлы ғалымдар бұл пікірді құптаған. Имам Шафиғи де бір сөзінде бұл пікірді құптайтынын айтқан. Зухри былай деген: сүннет бойынша зиммилер құқық, өзара қарым-қатынас және мирас мәселесінде өз еріктеріне қалдыру керек. Егер олар өздері төрелікке жүгінсе, шариғатымыз бойынша үкім беріледі. Кейбір ғалымдар мұсылман еместер төрелікке жүгінсе, мұсылман төреші ерікті болмайтынын және ислам шариғаты бойынша үкім беруге міндетті екенін айтқан. Бұл пікір бойынша мұндай жағдайға байланысты төрешінің еркіндігі насық, қуатсыз етілген. Ханафилар бұл пікірді құптаған. Шафиғи басқа бір сөзінде осы пікірді құптаған. Омар ибн Абдулазиз және Зухри де осы пікірді құптарлық анықтама келтірген. Ал имам Ағзам мынадай түсіндірме береді: мұсылман сотына ерлі зайыпты екеуі қатар келсе, олардың арасында әділ түрде үкім беру қажет. Егер тек әйел келіп, оған күйеуі разы болмаса, онда төреші оған үкім бермейді деген. Имам Айн 2 имам болса үкім берілетініне тоқталған. Ибн Аббас радиаллаху анхума былай дейді: Құрайза мен Надир Мәдинаны мекендеген 2 тайпа болатын. Надир тайпасының бет-беделі Құрайза тайпасынан артық екені қабыл етілетін. Құрайзалық бір адам, Надирлық бір адамды өлтіретін болса, оған қысас ретінде өлтірген адам өлтірілетін еді, өлім жазасына кесілетін. Ал Надирлық бір адам Құрайзалық бір адамды өлтіретін болса, оның құнына 100 уасық, 1 уасық 60 сақ мөлшерінде құрма мен құн төлейтін,
өлтірген адам өлім жазасына кесілмейтін. Расулалланың пайғамбарлығынан кейін надирлық бір адам құрайзалық бір адамды өлтіреді. Құрайзалылар, қылмыскерді бізге табыс ет, оны өлтіреміз дейді. Надирлықтар, біздің арамызда Мұхаммед төрелік жасасын дейді де, Расулаллаға келеді. Сол кезде мына аят түскен. Егер үкім берсең әділдікпен үкім бер. Алла әділ болғандарды жақсы көреді. Бұл жердегі әділ үкім беру жанға жан еді. Кейін тағы, жахилия кезеңінің үкімін қалай ма? Нақтылы иланған қауым үшін Алладан басқа ең жақсы үкім беретін кім бар деген аят түсті. 530. Түсіндірме. Бұл риуаятта яһудилер араларында туындаған құқықтық мәселелерін шешу үшін кейде Алла елшісіне жүгінгені және Расулалланың мұндай жағдайда қалай әрекет жасау қажеттілігін белгілейтін аяттардың түскені баяндалған. Бұл жерде мұсылман еместер төрелікке жүгінген кезде, мұсылман төрешілердің ол мәселеге төрелік жасап-жасамау еркіндігін барын айтушылардың дәлелі баяндалуда. Өйткені аятта, егер үкім беретін болсаң, деу арқылы шарт қойылған және үкім бер деген нақты әмір берілмеген. Демек, үкім беретін болса, әділ үкім береді. Аят бір қылмысқа орай түскендіктен Ибн Аббас, әділдікпен үкім беру жанға жан деп анықтама келтірген. Бірақ одан кейінгі түскен, нақтылы иланған қауым үшін, Алладан басқа ең жақсы үкім беретін кім бар? Аят арқылы әділ үкім берудегі негізгі мақсат, қандай қылмыс болса да ислам шариғатымен үкім беру қажеттілігі баяндалған. Бұл аят Құрайза тайпасы мен Надир тайпасы арасындағы құқықтық айырмашылықты жойып, әр адамға бірдей әділ үкім беруді бұйыруда. Риуаят бойынша исламнан бұрын Құрайза мен Надир тайпасы бедел, құрмет тұрғысынан тең болмаған. Надир тайпасынан өлтірілген адамға құрайзалылар толық құн төлейтін болса, Құрайзадан өлтірілген адам үшін надирлықтар жарты күн төлейтін болған. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, бұл оқиғаға байланысты түскен аят бойынша, мен Құрайзаның қаны Надирдің қанымен, Надирдің қаны да Құрайзаның қанымен тең деп үкім беремін. Қан, құн және жаралау оқиғасында бір-бірлерінен артықшылығы жоқ дейді. Бұған надирлықтар наразы болып, біз бұл үкімге разы емеспіз деп келіспейді. Сол кезде, жахилия кезеңінің үкімін қалай ма деген аят түсіп, оларды айыптайды.